Сәлем достар, бүгінгі видеомызда біз Facebook'тың Pixel деген кодымен танысатын боламыз. Facebook'тың ретаргетинг қызметін пайдалану үшін Facebook'та арнайы Pixel деген код бар. Ол код белгілі бір жерде сақталған, жарнама кабинетінің Pixel деген бөлімінде сақталған. Сіз ол кодты алып не істейсіз? Ол кодты алып, сіз өзіңіздің арнайы веб-сайтыңызға немесе блогыңызға программистер біледі, қай жерге қою керек екені, сол жарнама кабинетте жазылған. Сол жерге қою арқылы сіз өзіңіздің сайтыңызға Facebook'тан келетін трафикті қадағалай аласыз. Яғни оларға бақылау орната аласыз. Ол дегеніміз, айталық, сіз Facebook'тың жарнама кабинеті арқылы таргетті жарнаманы веб-сайтқа кіруге бердіңіз делік. Сол жарнамаңыз арқылы Facebook'тан сізге күнне мысалға 1000 адам, немесе 100 адам дейік, 500 адам дейік, қанша адам болса да сіздің сайтыңызға кірді делік. Сол сайтқа кірген адамдарды Facebook өзіне жаттап қалады. Яғни жаңағы кодтың арқасында. Сол код арқылы сіз өзіңізге кірген адамдарды сақтау арқылы бөлек аудитория жасай аласыз. Яғни сіздің жарнамаңызды көріп, сіздің сайтыңызға немесе блогыңызға өткен адамдар міндетті түрде сіздің жазған жазбаңыз қызығушылық туған адамдар. Яғни сол адамдарды сіз бөлек аудитория жасап, сол адамдармен алдағы уақытта сол адамдармен әрі қарай ісіңізді жалғастыруыңызға болады. Яғни ол адамдар сіздің сайтыңызға кіргендегі мақсаты бір нәрсесі ұнады, немесе сіздің постыңыз ұнады, немесе сіздің тауарыңыз, немесе қызметіңіз, әйтеуір бір нәрсесі ұнады. Яғни осы адамды жібермеу сіздің алдағы уақыттағы мақсатыңыз. Сол үшін сізге Facebook арнайы Pixel деген кодты шығарды. Сол кодты қолдану арқылы сіз өзіңіздің ісіңізді әрі қарай дөңгелетуіңізге болады. Егер Facebook'тың осы бір коды жайлы толығырақ білгіңіз келетін болса, міндетті түрде хабарласыңыз, пікір қалдырыңыз, міндетті түрде сіздің сұрақтарыңызға, пікірлеріңізге жауап қалдыратын боламын. Сіздің жауап пікірлеріңіз ескерусіз қалмайды. Келесі видеоларда міндетті түрде толығырақ әңгімелеуге тұратын тақырып.